Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арифинки және де менің каналыма қош келдіңіздер. Өте көп уақыттан кейін, өте көп айдан кейін мен қайтып оралдым және де бұл жолғы видео өздеріңіз көргендей сұрақ-жауап болады. Өткенде инстаграмнан ютубта жауап алғыларыңыз келетін сұрақтарды қоюды сұраған болатынмын. Сол уақытта бірнеше қызықты сұрақ келіп түсті, соларға жауап бере кететін боламын және де тағы да басқа өз ойларым жайлы айта кететін боламын. Егер де сіздерге қызықты болса, ары қарай тамашалаңыздар. Кеттік. Ең бірінші сұрақ, қазіргі уақытта не істеп жүрсіз деген сұрақ екен. Өздеріңіз білетіндей, соңғы видеоларда мен оқу бітіргенімді және де жұмыс жасап жүргенім жайлы біраз айта кеткен болатынмын. Оқу бітірген видеомды салғам және де жұмыс жасап жатқаным туралы видеоларда айта кеткен болатынмын. Қазіргі уақытта өз мамандығым бойынша жұмыс жасаудамын. Айтарлықтай ешқандай жаңалық бар деп айта алмаймын. Әдеттегідей тіл оқуымды жалғастырып жүрмін және де жұмысты қатар алып жүрмін. Жаңалық сол. Екінші сұрақ, сізде ағылшын деңгейі қандай? Негізінде соңғы тест тапсырғанымның нәтижесінде менің ағылшын тіл деңгейім upper intermediate деңгейі болған болатын. Бірақ та одан кейін әлі де жұмыс жасап жатқандықтан сәл ол деңгейден өстім деп санаймын, бірақ та нақты сенімді емеспін, сол себептен between upper intermediate and advanced, I think. MBTI. Мен негізінде әр жыл сайын бір рет тапсырып тұрамын MBTI тестті, және де әр жыл тапсырған сайын менде INTJ. Мен қателеспесем 3 рет тапсырдым. 3 рет тапсырған кезде де INTJ болып шықты. Менің ойымша мен мүлдем айдан өзгермеймін, яғни интроверт болып қала беретін сияқтымын, себебі өзіме лично интроверт болған өте ыңғайлы. Қазіргі уақытта көріп жатқан дорама және де шоу туралы сұрапты. Дорама дегенде мен ең соңғы рет қателеспесем островты көрдім. Island. Ол дораманың 2-ші сезоны қазір шығып жатыр, сол себептен соны көрейін деп жүрмін, бірақ та әлі көріп жатқан жоқпын. Бірақ та ең соңғы көрген дорамам сол болатын. Және де Слава, қателеспесем, сол дораманы тоже көргенмін, оның тоже 2-ші сезоны шығады деп жатыр, соны күтіп жүрмін. Ал шоуға келетін болсақ, дәл қазіргі уақытта Boys Planet деген шоуды көріп жатырмын. Өте ұнады. Бүгін қателеспесем 6-шы эпизод шығу керек. Өте қызықты шоу негізінде. Бұрын мен ондай шоуларды көрмейтінмін, бірақ та осы жолы қызығып қалай болады екен деп көрген болатынмын. Әрине ішінде кейбір келіспейтін жерлер бар, жетсіздік сияқты нәрселері бар негізінде. Бірақ та өзіме ұнады. So next question is how tall I am and how much do I weigh? If I'm not mistaken, my height is almost 1.65 centimeters and I weigh almost 48 maybe and 50 kilograms. My biggest celebrity crush. You guys all know that I really love and I'm a big fan of BTS. But nowadays, the most interesting group for me is TXT and ENHYPEN. Also, from American singers, Justin Bieber, Selena Gomez. Oh my god, I don't remember his name. 2,000 years later. 다음 질문은 좋아하는 한국 노래 있어? 그러면 정말 좋아하는 한국 노래가 진짜 많아요. 근데 요즘은 듣고 있는 음악들은 Hello by Treasure 그리고 Hidden Side by 황희현, AO by NCT 127. келесі сұрақ, хобби және қызығушылықтарыңыз. Шынына келетін болсақ, менде хобби да қызығушылықта өте көп. Сіздер оны білесіздер. Мен өткендегі видеоларда да қателеспесем айттым. Ең бірінші бұл менде ән айту және де би билеу. Бұл менде кішкентай кезімнен бар және де ең қатты жақсы көретін қызығушылықтарымның бірі. Мен кішкентай кезімнен ән айтатынмын және де би билейтінмін, сондықтан ән айту өзіме өте жақын нәрсе десем болады. Кітап оқыған өте қатты ұнайды. Әсіресе қазіргі уақытта мен бұрында көптеген фикшн кітаптарды көп оқитын, ал қазір нон-фикшн, яғни бизнес жайлы, психология жайлы кітаптарды, даму жайлы кітаптарды көп оқуға тырысып жүрмін.
бос уақытым бола қалса кітап оқуға тырысамын, бірақ та әрдайым оқимын демеймін, бірақ та тырысамын, және де кітап оқыған жалпы ұнайды. Сонымен қатар жаңа бір іс-әрекет үйренген жақсы көремін. Мысалға, өткен жазда мотоцикл тебуді үйренген болатын, және де көлік жүргізуді, көлік айдауды үйренгім келіп жүр. TikTok түсірген өте қатты ұнайды, және де өз ойыммен бөліскен Инстаграмда ұнайды. Сонымен қатар YouTube түсірген негізінде өте қатты ұнайтын істердің бірі. Сол себептен әлі күнге дейін жалғастырып келе жатқаны мүмкін сол себептен болар. Бизнес жайлы көптеген ақпараттар алып, жаңа идеялар қарағанда өте ұнайды. Сән әлеміне де қызығатын болғандықтан басқа брендтер жайлы, қазіргі уақыттағы сән жайлы бос уақыттарымда да қарап тұруға тырысамын. Өте қызықты мен үшін заттардың бірі. Және де әлем туралы білу, әлемнің қызықтарын зерттеу, ондай нәрселердің барлығын зерттеу, қарау, адамның миы қалай жұмыс жасайды, соның барлығын қазіргі уақытта қарап жүрмін, және де солардың барлығын қарау, зерттеу өте қатты ұнайтын істердің бірі. Өздеріңіз білетіндей, тілдер оқу мен үшін өте қызықты әрі маңызды, және де өз-өзін жетілдіруге деген өзіңе деген үлкен дамыту деп санаймын. Қазіргі уақытта мен ағылшын тілін ең жоғарғы деңгейге дейін дамыту үшін жұмыс жасап жатырмын, және де кәріс тілін өмірде кәдімгідей өте жақсы біліп тұратындай, қолдана алатындай деңгейге дейін апару үшін жұмыс жасап жатырмын. Тағы да Қытай тілін, Жапон тілін үйренгім келген болатын, бірақ та оған әлі көңіл аударған жоқпын. Ең бірінші кәріс тілін өмірде өте жақсы қолдана алатындай деңгейге дейін біліп алуды ойлап жүрмін. Содан кейін барып басқа тілдерге көше берсем болады деп ойлаймын. Келесі сұрақ: сіз өмірде де жұмыстағы дайсыз ба? Жоқ. Менің ойымша, адам әр жерде өзін қалай ұстау керектігін білуі ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Яғни, мысалға, сіз жақындарыңыздың жанында өзіңіз қалай ұстасаңыз, сіз жұмыста да өзіңізді олай ұстағаныңыз менің ойымша дұрыс емес. Яғни, мысалға, өмірде расслабленно дейді ғой, расслабленно жүрсеңіз, мысалға, ал жұмыста жауапкершілікпен қарау керек та барлығына. Мен жұмыста қаталдаумын, себебі өз жұмысыма мен жауапкершілікпен қарауға тырысамын. Яғни, мен дәл қазіргі уақытта оқытушы болып жүргендіктен менің жұмысым студенттерге тіл үйрету болғандықтан, және де олар менің берген білімімді ала алулары үшін, дұрыс қабылдаулары үшін мен сәл қаталдау болғаным дұрыс деп есептеймін. Талапшыл болуым керек деп есептеймін. Олардан талап етіп, және де олардың өздері үшін, ары қарай дамулары үшін талапшыл болуым керек деп санаймын. Ал өмірде мен ондай емеспін. Өзіме әрдайым талапшылмын, ол жағын айтып тұрған жоқпын. Жалпы өмірде жұмыстағыдай емеспін. Келесі сұрақ, жалпы сұрақ қаржылық сауаттылықпен байланысты. Қандай принциптер ұстайсың? Деген сұрақ екен. Қаржылық сауаттылыққа байланысты ең бірінші ұстайтын принципім ол негізінде ешкімге қарыз бермеу, және де ешкімнен қарыз алмау. Меніңше осы принцип ең мықты және де ең дұрыс принцип деп санаймын. Себебі қарыз берген адамда, қарыз алған адамда жақсы жағдайда қалмайды деп айтсақ болады, өздеріңіз де білесіздер. Сол себептен ең бірінші ұстаным осы. Және де келесі ұстаным ол міндетті түрде кіріс шығыстарды жазып отыру, және де оларды толықтай меңгеріп әрдайым басшылықта алу. Себебі табысты адамдар әрдайым айтады, кез келген табысты болғысы келетін адам, және де өзін ары қарай жоғары дәрежеде көретін адам әрдайым өзінің шығыстарын және де кірістерін бақылап отырады. Өзінің шығысын білетін адам нағыз табысты адам деп айтсақ болады. Яғни барлық өзінің қанша шығын шығарды, соның барлығын бақылап, және де өзіне қаншалықты кіріс кіріп, яғни финансово грамотный болу дәл қазіргі уақытта барлығына қажетті білімдердің бірі. Сол себептен мен үшін бұл өте маңызды. Финанстық білімдерді жетілдіріп отыру. Көп жерде айтыла бермейтін, бірақ та өте маңызды айтып кету керек тұстардың бірі. Қаншалықты ерте бастасаңыз, соншалықты жақсы. Яғни өзіңіздің біліміңізге ақша құю, және де өзіңізді дамыту, яғни кішігірім бизнес болсын бастап кету. Менің ойымша, қазіргі уақытта жасөспірімдердің барлығы осымен айналысады. Бұл өте дұрыс шешім болып табылады. Қазірден бастап өз-өзіңізге жұмыс істеу, өз-өзіңіздің біліміңізге ақша құя отырып, өзіңіздің
жұмысыңызды, өзіңіздің ісіңізді ары қарай дамыту, бұл болашақта өзіңіздің ары қарай дамуыңызға және де өміріңіздің қаншалықты сапалы болатынына бір баспалдақ деп айтсақ болады. Сол себептен бұл да өте маңызды этаптардың бірі, ескеру керек этаптардың бірі. Қаржылық сауаттылықта осындай ескерген жөн деп ойлаймын. Сіздердің қойған барлық сұрақтарыңызға жауап бере алдым деп ойлаймын. Сұрақ қойған барлықтарыңызға өте үлкен рахмет, және де осы видеоны тамашалап отырған барлықтарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаса, лайк басып, өз айтарларыңыз болса немесе жай ғана пікірлеріңіз болса, комментке қалдырып кетсеңіздер болады. Өте көп уақыттан кейін шыққан видео болғандықтан сіздердің қолдауларыңызға үміттенемін. Сіздермен болған мен Ари Пинки. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.